Ашытқыдан қорқып, закваска жасауға ерініп, мүлдем нан жасамай жүрсіз ба? Біз нанды 180-200 градуста пісіретін болсақ, ашытқы өзінің күшін 65 градуста жойып тастайды. Егер сіз ашытылған нан жеген кезде сіздің асқазаныңызда қыжыл пайда болып, язва немесе гастрит, панкреатит болатын болса, проблема ашытқыда емес, проблема сіздің ішегіңізде. Дрожж табиғи Б дәруменінің көзі. Яғни сізде стресс болатын болса, әрдайым шаршау болатын болса, өзіңізді әлсіз сезінетін болсаңыз, демек сіздің ағзаңызда Б дәруменінің жетіспеушілігі. Біз қолданатын дрожждың құрамында біздің ағзамызға қажетті амин қышқылдары бар, яғни ақуызға бай тағам. Дрожждың құрамында біздің ағзамызға қажетті микроэлементтер де бар. Мысалы айтатын болсақ, селен. Селен біздің қалқанша безінің жұмысын реттейді, яғни Т4 Т3-ке алмасуын қалыптастырады. Цинк және де мыс біздің иммунитетті көтеріп, тестостеронды жоғарылатуға көмектеседі. Келесі хром біздің ағзамыздағы қандағы қантты реттейді. Фосфор біздің ағзамызға энергия береді. Және де дрожждардың құрамында бета-глюкан бар, яғни холестеринді төмендететін клетчатка, талшықтар бар. Ал осы мәліметтердің барлығын шын өтірігін білу үшін мен өзімнің сторисімда ссылка қалдырамын, сол жерден білсеңіздер болады.